Қазақтың жері қазақтың жаны. Жеріміз жоқ болса біз кімбіз? Көшпенділік тарихымыз бабалар аманаты не болады? Соңғы жылдары халықтың жүрегін тілімдеген бір сұрақ бар. Жеріміз шетелдіктерге сатылып жатыр ма? Ресми билік жоқ, шетелдіктерге жер сатылмайды дейді. Бірақ халық сенбейді. Себебі ескі заңдарда, құжаттарда түсініксіз тұстар өте көп. 2021 жылы жер туралы заңға түзетулер енгізілді. Шетелдіктерге және азаматтық жоқтарға ауыл шаруашылық жерлері сатылмайды деп жазылды. Бірақ бауырым, мәселе сатуда емес, жалға беруде. 49 жылға жалға берілсе, ол сатудан айырмашылығы бар ма? 49 жыл бұл бір адамның бүкіл өмірі. Шетелдік компаниялар қазақтың байлығын пайдаланып, миллиардтап табыс табады. Ал жердің иесі қарапайым қазақ, сол баяғы кедей күйінде қалады. Жердің шынайы иесі қазақ халқы, бірақ қазір жердің көбі шенеуніктердің, олигархтардың қолында. Қарапайым халыққа тек шөп шықпайтын қуаң дала ғана тиеді. Бұл әділдік пе? Жер сатылмау керек, жер жалға да берілмеу керек. Жердің иесі тек сол жерді өңдейтін, маңдай терімен еңбек ететін халық болуы тиіс. Егер қазақ жерін шетелдікке жалға беріп, өз халқымызды жерсіз қалдыратын болсақ, болашақта ұрпағымыз бізді кешірмейді. Бабалардың аманаты жерді қорғау, ұлтты сақтау. Осы видеоның астына лайк басып, өз ойыңызды міндетті түрде жаза кетіңіз, және арнаға жазылуды да ұмытпаңыз ағайын.